Мен Берекетов Бердіғали Мұхамбетқалиұлы, Жаңаөзен қаласынан сайланған облыс мәслихат депутатымын. Мына ДВД-ның басшысы Сағындық Аяған Күзембайұлына байланысты әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа байланысты тексеріс комиссиясы құрылған екен. Осы тексеріс комиссиясының мүшелерінің айтқан тексеріс нәтижелерін естіп отырып, және де бұл 15 пункттан тұрады екен. Бұл жерде осы барлық ақпараттар жалған екен дәлелденіп отыр. Және де біз басынан солай ойлағанбыз, себебі бұл облысымыздан тұңғыш сайланған генералдың қызметіне байланысты ешқандай күмәніміз жоқ. Себебі қаламыздағы тыныштықты көріп отырып, қылмыстың азайып отқанын көріп отырып, бұл жұмысын жақсы ұйымдастырып, жақсы жасап отқанын көріп отырып, және де мына осы құқық қорғау саласында болып жатқан жаңашылдықты, мына көліктердің жаңаруы, техникалардың жаңаруын онда көріп отырық. Себебі бұл басқармадан келетін қаржыларды, сұранымдарды осы мәслихат бекітеді ғой. Және де бұл биік қызметте жүрген адамның сыртынан бұл айтылатын сын, ол бұрыннан да бар зат қой. Енді кім биік жетсе, қызметте жоғарыласа, бұл жерде әртүрлі сын болады. Және де бұны біз жалған деп білеміз. Енді осы басқарманың жұмысына біз сәттілік тілейміз. Біз бұрыннан, басынан бұл ақпарат шыққаннан бұны жалған деп ойлағанбыз. Қызметтеріңізге сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Менің атым Қуанышбек Әбдірахман Испанұлымын. Осы Маңғыстау облысының құрметті жолшысымын. Қажылар қауымдастығының қазір төрағасы боламын. Сондықтан да мына өлкемізде болып жатқан осындай бір келеңсіздікке жай қарамай, осы комиссияның мүшесі болып, осы бауырымыздың мына Аяған ДВД мекемесінің басшысының осындай осы жылдың басында келгеннен бері жақсы жұмыс жасап, елдің әртүрлі жақсы шаруаларын шешіп жатқанын көзіміз көріп отыр. Сондықтан да осы үстінен әртүрлі жазып жатқан фейк дейміз ғой, өзі көрінбейді, арыз жазып, осындай бір сонша халықты бүлгіншікке салып, сонша азаматтардың уақытын алып, осындай бір аптадан бері осы комиссияның жатқан хабарымыз бар. Ол комиссияның да жұмағы жақсы шешіліп жатырған сияқты. Сондықтан да біз тілектеспіз осы Аяған бауырымыздың, осы елдің азаматы, осы тәртіп сақтау бойынша өзі жетік маман, осындай үлкен шенді алып отқан біздің осы Маңғыстау халқының бір жағынан мақтанышы. Біз елдің арасында жүреміз, садақа той бар, әртүрлі жиын бар. Ол кісінің үстінен естілген ешқандай жамандық сөз естімеді. Сондықтан да бұл азаматқа әлде болмаса осы ДВД мекемесінің қызметкерлерінің үстінен жазылып жатқан әртүрлі хаттар болса, олардың бәрін Алла тағалаға дұға жасаймыз. Сол келген комиссия адал және Алланың разылығы үшін жұмыс жасап, барлығын дұрыстығын белгілеп, жаңағыдай дұрыс емес фейк хаттар жаза беретін азаматшалар болса, соларды тауып жазасын беру нәсіп етсін. Жаратқан Алла жар болып, рахым мейірімін төгіп, осы халқымыз аман, еліміз тыныш болып, әртүрлі келеңсіздіктерден жаратқан Алла өзі сақтап, жақсы ғұмыр сүруді нәсіп етсін елімізге. Ағайын, осындай бір қиындық жағдай, былай қарасаң қазіргі жаһандану процесс жүріп жатыр. Сондықтан да мына блогерлер болсын, бәріне де Алла тағаладан сабыр тілеймін, Алла тағаладан оларға тәубек тілеймін. Олар
өзінің дұрыс емес жасап жүргенін, ертең алдында қиын жағдайлар болатынын есепке алсын, дұрыс жасасын. Егер дұрыс болса өзінің аты жөнін көрсетсін. Болмаса осындай жұрттың бәрін әлекке салып қойып доғарсын деп айтқым келеді. Алла осы дұға тілектерімізді қабыл етіп, барша қазағымызға екі дүниенің дамитын нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум. Менің аты жөнім Ешман Кекбай Жақыпұлы, Маңғыстау облыстық мәслихатының 8-ші шақырылым депутатымын. Біздің мына полиция департаментінен құрылған ішкі істер министрлігінен келген комиссияның құрамында бармын, соның мүшесімін. Өздеріңіз білетіндей, әлеуметтік желіде таратылған жалған ақпаратты тексеруді біздің өзіміздің полиция департаментінің басшысы генерал-майор Аяғанов Сағындық Күзембайұлының өзінің бастамасымен бұл комиссия құрылып жұмысын аяқтады. Өздеріңіз білетіндей, көрсетілген жалған ақпараттар, жала жабулардың 15 пункттен тұрды. Оның ешқайсысы анықталған жоқ. Бұның барлығы жала жабу, жақтың күйі. Бұның барлығы біздің өзіміздің полиция департаментінің басшысы Сағындық Күзембайұлының даттау, яғни сыртынан жалған ақпарат тарату. Бұл менің ойымша бұл шараны атқарып жүрген, бұл мәселені қолға алып, осындай елдің арасына дүрлігуге алып келіп, азаматты жамандап, сыртынан түрлі ақпарат таратып, қалай болғанда да осы қызметтік бабында осы азаматтың жасап атқан қызметтеріне жала жабу деп түсінеміз. Маңғыстау халқы, соның ішінде өзіміздің осы арамыздан шыққан Сағындық Күзембайұлының қазіргі жасап атқан жұмыстарына өз ризашылықтарын әлеуметтік желіде, халық арасында көп айтылады. Көптеген мәселелер қолға алынып, біздің мына полиция департаментіндегі көптеген жұмыстар, елдің қауіпсіздігі, қаланың қауіпсіздігі, қылмыстың азаюы, көптеген мәселелерді қолға алуы кейбір топтарға ұнамауы мүмкін. Кейбір топтар осы мәселеге өздерінің жеке басының жеке мүддесі үшін Аяғанов Сағындық Күзембайұлының сыртынан осындай ақпарат таратып, әлеуметтік желіде дүрлігуге алып келуге жұмыстарын жасады. Бірақ біздің халқымыздың, Маңғыстау тұрғындарының көзі ашық екенін тағы бір дәлелі, бұл ақпараттарға ешқайсысы сенген жоқ. Бұл ақпараттың жалған екеніне біз өзіміз комиссия мүшесі ретінде ғана көзімді жеткіздім. Бірақ менің ойымша осыны таратып жүрген адамдарды анықтап, бұл мәселе бойынша сол ақпаратты таратқан, жалған ақпарат таратқан әрбір адамды тауып, соған Қазақстан Республикасының заңы бойынша қылмыстық іс ашылып, сол адамдарды анықтауымыз керек деп есептеймін. Себебі еліміздің осындай тәуелсіздіктің қарсаңында, осындай мерекелер қарсаңында міндетті түрде осындай ақпарат таратушылар, елді дүрліктірушілер әрқашан орын алған. Сондықтан осындай тасадан тасатып, еліміздің дүрлігуіне алып келетін, елімізді қалай болғанда да бір бүлікке апаратын, бір белгілі тұлғаны жамандаумен айналысатын топтарды анықтауымыз керек. Оған тиісті шарасын алуымыз керек деп ойлаймын. Сағындық Күзембайұлына жұмысына сәттілік тілейміз. Осы Маңғыстаудан шыққан тұңғыш генерал-майор ретінде ғана емес, Маңғыстаудан шыққан, өзіміздің арамыздан шыққан азамат ретінде біз әрқашан қолдаймыз. Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттары, соның ішінде бюджет комиссиясы, жергілікті полиция бөліміне бөлінетін әрбір қаражатты осы еліміздің тұрғындардың қауіпсіздігі үшін атқарылатын әрбір шараларға тиісті қаражатты ешқандай қарсылық білдірместен біз қолдап отырмыз. Сол себепті Сағындық Күзембайұлына сәттілік тілеп, бұндай қапталдан әртүрлі әңгіме айтатын, қапталдан түрлі жалған ақпарат тарататындармен мән бермей, алдағы уақытта 2026 жылы тиісті жұмыстарын атқарады деп сенеміз.